Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет, осындай әдемі болып шығатын, дәл осы рецептпен істесеңіз осындай керемет болып шығатын керемет пирогымыздың рецебін айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, видеоны соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқа керек болады. Жарты стакан құмшекер салдым. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді қолданамыз. Лопатканың көмегімен осылай бірінші басып араластырып алдым. Миксерімізбен енді осылай араластыратын боламыз. Өздеріңіздің қалағандарыңызша араластырсаңыздар болады. Мен миксермен араластырдым. Шанышқымен де араластыруыңызға болады. Және де ас содасын саламыз. Ас содасын бірінші уксуспен осылай ерітіп алатын боламыз. Уксусты қосқан себебім ас содамыздың дәмі қатты шығып кетпеу үшін осылай уксусты араластырдым ас содамызға. Енді лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді, әдемі болып шығады. Енді біз осылай сеткамызбен ұнымызды салып аламыз. Лопатканың көмегімен бірінші осылай араластырып, сосын қолымызбен илеп аламыз. Осылай жұмсақ, әдемі, керемет болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, әдемі болып шықты. Енді 5-10 минутқа қамырымыздың бетін жабып тындырып қоямыз. Енді осындай кальсонымызды алып, астына қағазымызды төсеп аламыз. Қағазымызды осылай қыстырып алдым. Және де керек емес жерлерін осылай кесіп алып тастайтын боламыз. Енді листімізге қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды салып, қолдың көмегімен басып шығамыз. Осылай қолымызбен қамырды жасап бітірдік. Енді біз вилканың көмегімен осылай безендіріп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз және де ортасынан міндетті түрде осылай басып шығу керек, себебі жақсы пісіп шығады. Енді біз бетіне саумасын дайындайтын боламыз. Алдын ала бізге творожный сыр керек болады, және де 2 жұмыртқа қостым. 1 стакан қант қосамыз. Мен тәтті болып шығу үшін 1 стакан қант қостым. Сіздер тәттісін азайтқыларыңыз келсе, жарты стакан қосуларыңызға болады. 2 ас қасық маникашадан қостым. Және де блендердің көмегімен осылай араластырып жібересіздер. Міндетті түрде блендермен араластыру керек. Енді біз қамырымызға осылай құйып алып 35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мен де көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Және де 35 минут пісіріп, 35 минутқа мен суытып алдым. Ол міндетті түрде суытып алу керек, сонда сіздің пирогыңыз өте керемет, әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып тұр. Екіншісін де көрсетейін. Мінекей, өте керемет, әдемі болып шықты. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналдың дамуына атсалыса кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.